Ассаламалейкум достар, қал жағдайларың жақсы ма, денсаулықтарың? Бүгінгі темамыз Каспи маркетплейс жайлы болады. Жалпы маркетплейс деген не? Маркетплейс деген сатушы мен сатып алушыны бір орында кездестіретін сайт жалпы. Және сатушыларға үлкен функция береді, бір кабинет беріп қояды. Сол кабинет арқылы өзінің тауарларını қосып, әртүрлі функцияларды дополнительный қосуына болатын нәрсе да маркетплейс. Бұл Қазақстанда қазір Каспиның маркетплейсі, Каспи магазин бірінші орында тұрыпты. Өйткені оның клиенттарға беріп отырған үлкен мүмкіншілігі бар. Үлкен мүмкіншілігі. Доставка жағын шешіп қойған қазіргі уақытта. Және төлем жақтарда рассрочкаға бөліп төлеуге болады, достар. Жалпы Каспи магазинда қазір сатушылар өзінің тауарына қосқан кезде ақшасыз қосады, және ол да бір үлкен мүмкіншілік сатушылар үшін. Кейбір сайттарда жылына ақша төлейсің, айына ақша төлейсің, және бір размещениеға ақша төлейсің. Бұл жерде қандай? Бұл жерде сен тауарыңды қосасың, және сатылған тауардан алып қалады. Нормально ғой, жақсы ғой. Сатылған тауардан. Тауарды көп қоса бересің. Мен өзім қазіргі уақытта где-то бір 150-дей тауар қосып қойыппын, дальше қосып баратырмын ары қарай. Қазірше ограничение жоқ, кете бересің количество бойынша. Оларға да көп сатылғаны керекті, өйткені сен тауар сатсаң, оған да жақсы, саған да жақсы. Достар. Сондықтан қазіргі уақытта, если сізде тауар болатын болса, хотя бы магазин болатын болса да қосып бара берсеңіз болады. Ертең ойлап отырмын, енді Каспи магазин, мысалға, продуктовый магазиндардан кіргізіп баратыр ғой. Мысалға, сіз үйіңізде отырсыз, продуктовый магазиннің доставщигі болады, әлі 1 жылдан кейін ба, жарты жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін ба, 5 жылдан кейін ба, үйде отырып, продуктыны заказ бере бересіз. Жаныңыздағы магазинді Каспи көрсетіп тұрады. Сіз қай жерде жүргеніңізді біледі ғой, қазір Яндекс сияқты да. Местоположениеңіз бойынша белгіленген радиустағы жақын магазиндар шығарып береді. Магазинді таңдайсың, сатып ала бересің. Осындай мүмкіндіктер беріп жатыр. Қазірден бастап қандай тауар бар, мысалға, сенде біреулердің тауары болса да қосуға мүмкіндік бар да, мысалға, мебель ма, қандай производство басқа, станоктар ма, мысалға, істеп шығаратын, Қазақстанда. Оптовый складтар бар ма, олардың да тауарын қоса беруге болады, өзің ашып тұр, достар. Жалпы, мен өзім сол Каспи магазинға қатысты курс дайындап қойдым. Ол жерде үйрететіндерім ИП ашудан бастап, клиенттің қолына дейін жеткенше тауарды нөлден бастап А-тидо үйреткен сабағым бар, достар. Если Каспи магазин қызық болып жатқан болса, астында контакттарды қалдырып кетемін. Сол контакттарға хабарлассаңыздар, Каспидің курсы жайлы білетін боласыздар, достар. Жақсы, сау сәлеметте болыңыздар.